Так, друзья, всех приветствую. Хочу это видео записать и посвятить тому, что у меня происходит в Директе. В Директе происходит конкретно в мою сторону угрозы, оскорбления, что меня хотят найти, что со мной там сделать. И тоже касается и пацанов, что хотят с ними сделать, что их хотят найти. Так вот, смотрите, ребята отвечают сейчас конкретно по закону. Они ответили уже, получается, сели на 15 суток. По поводу того, что по-другому тоже ответили. В тот же день, в тот же секунду приехали очень серьезные люди. Ренат перед ними извинился лично и публично. По поводу меня, что касается. Мной не было сказано ничего. Да, я был в этом видео, но мной не было ничего сказано, поэтому, пожалуйста, я вас прошу, уважаемые братья-казахи, остановить эту травлю, эти оскорбления, угрозы. Всем добра. Всем, кто поддерживает, большое спасибо. Вот, все, что хотел сказать. Достар, Алматы қаласы полиция департаментіне келдік. Кешегі іс бойынша оларға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 174 бап межнациональный рознь. Сол бойынша қылмыстық іс қозғалу жағы сол сұрақ қаралып жатыр. Арызымызды түсірдік. Прокуратураға да барамыз, арызымызды жаздық. И сол сұрақ қазір таңда қозғалып жатыр. Я дұрыс, кешегі намыстанып айтасын, сөйлейсің, бұл сұрақты, бұл вопросты разумно шешу керек та, ойланып. Разумно, қалай? Заң бар, самосуд жасамай, заң жүзінде жауапқа тарту керек та. Қазақ жігіттер дайректен жазып жатыр, жан-жақтан. Адеке 100 бала бармыз. Шымкентте құрдастарымды алып келем, достарымды алып келем дейді. Түркістаннан жазып жатыр. Тараздан келеміз, бауырым. 40 бала, 1000 бала алып келем деп тұр Тараздан. Луговойдан кеше Ербол Бықыбаев сондайды. Адеке 10 бала алып келіп тұр. Не хулиган жасап түссек болады дейді. Ербол Бықыбаев ақындар ғой. Айтам, не тыныштал, тоқтат әлі. Разумно, шешеміз разумно бұл вопросты. Барып самосуд жасап, ойбай дей саған тоже бір жағынан болмайды. Егер көреміз, госорган не дейді, қалай болады деген секілді. Самосуд жасауға болмайды ол, бір жаққа жиналып барлығын. 6 секунд жиналады қазір. Қазақстан түкпір-түкпірінен нарын қолдан келгеннен жазып жатыр ағайындар. Сол секілді жан-жақтан, батыстан қаншама ағайындар жазып жатыр. Орталықтан, солтүстік Қазақстан өзін, жігіттер мыналардікі дұрыс болмапты, анау деп. Дайректте мыңдаған смс жатыр. Рахмет ағайындар. Намыс. Қазақ қыздары, ол менің, сенің, Ақбек қарындастарың, ол қазақ қыздар деп общий айтып отыр. Ол бір адамды айтып отқан жоқ. Ол бір адам болса, ол 5 саусақ бірде емес. Это не означает то, что сен ойлағандай барлық қыздар сондай жоқ. Мықты ап-әдемі қарагөз сұлу қыздарымыз бар. Сен көрмей жүрген, сенмен сөйлеспейтін, сен менсінбейтін, маңына жолатпайтын қарагөз қыздарымыз бар. Сен ойлама, ойбай, анау, мұнаумын деп. Артық кетесіңдер. Тілге байқап сөйлеу керек, басқа бәле тілден дейді. Тіліңді кесіп аса бар ғой, ренжисің ғой. Қазақстанға келдік, қонақ жайлық емес екен, басқа екен деп. Не бір мықты азаматтар бар, намысшыл. Бас істемейтін адамдар да бар, сотталып кетсе де оған өкінбейтін. Лично өзім айтқан сөзіме жауап берем, лично өзім сотталып кетсем де мен 1 грамм өкінбеймін. Менің әкем де оған өкінбейді. Дұрыс дедің балам деп отырады. Так что намыс деген. Қазақ қыздарына қорлау сөздер айтқан шетелдік блогерлерге қарсы жігіттер бас көтеріп жатыр. Мен қазір өте қорқынышты нәрсе айтайын. Әрине, намысым келеді. Қазақтың қызының арынан қымбат дүние жоқ мен үшін. Қазақтың намысынан биік тау жоқ. Олар қатаң түрде қылмыстық жауапкершілікке тартылуы керек. Бірақ менің ең қатты ашуыма тигені бір тиктокер қазақ жігітінің әлгі блогерлерге жағынып қандай қызды қалайсың деп жатқан ызамды келтірді. Бұл ағайын біздің рухани құндылықтан ажырап қалғанымыздың белгісі. Ата бабасын сұрасаң танымайды ғой қазір олар. Бабаларымыз Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді, қарындастан айырылған жаман екен, екі көзге мөлтілдеп жас келеді деп, елден айырылып жатқан кезде де қарындастың намысын ойлап, жанарына жас алған екен. Қыз жібектің жырының өзінде орамалы тұратын 500 жорға деп қыздың қадірін білген. Кешегі Жанқожа Батыр бабамыз Бабажан деген сұмпай шығып, қыздардың арына қол сұғып жатқанда, намысы мен найзасын найзағайға қайрап, қазыққа қағып жер жастандырған екен. Бізше жігіттер, қарындасымыздың намысы үшін қаза болмақ түгілі бейбіт күні қазақ қыздар қолымызда қаза болып жатыр. Топқа түсер азамат дегендер атқа сүйреп әйелдерін өлтіріп жатыр. Нардың жүгі беліне түссе де қайыспайтын жігіттер тикток түсіріп видеоға түскенде майысып қалып жатыр. Беделі 5 атанға жүк болатын сайдың тасындай
ірі жігіттер бар, жоқ емес. Бірақ олардың қадір қасиетіне жете алмай жатырмыз. Қандай жағдай болмасын, жауапкершілік бізде. Қарагөз қарындастарымызды көзіміздің қарасындай қорғайық. Айтыскер ақын есімі Бекжан Базарбек парақшаға жазыла кет, саналы, рухани, мықты қоғамды бірге құрайық достар. Мына кеше Алматыға Ресейден, Әзербайжаннан бір блогерлер келіпті. Стримде отырып қазақ қыздарын үйтеміз, бүйтеміз депті. Буду ебать. Көшеде жүріп, бір адамдардың намыстарына тиіп, білген істеп жүр екен. Енді бұлардың бұлай жүргені ол біздің кінәміз, енді олардың емес. Неге? Біздің қазақтың жігіттерінің бір намысы, ұяты кеткен сияқты да. Егер біз мықты болсақ, бұл айуандар кірмейтін еді, олай жүрмейтін еді, қорқатын еді. Егер осы жағдай Дағыстанда болмаса, Чечняда болған кезде олар ұстап кәдімгідей екі аяғын, екі қолын сындырып, мемлекеттің өзі сол нәрсені қарастырып, сол адамдарға көмек беретін еді. Қазір енді оларды 15 сутка қамапты, бірақ ол нәрсе аз да, олардың кәдімгідей жақсылап, кәдімгі сазайын беру керек та. Сосын ана Сабуровты қалай 50 жылға депорт жасады, запрет қойды, тура солай жасау керек деп ойлаймын. Неге? Келесе басқа елдің, болмаса басқа адамдар келіп, осылай біздің дінімізге, елімізге, намысымызға тиетін нәрселер істемейді да. Сондықтан бұны резонанс жасап, кәдімгідей көтеру керек деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін Стаяның, Анардың стримдарын жақсы көріп қарайтын едім да ше мен. Бүйтіп ұнайтын еді контенттер, өздері бұлайнан вайптар ше. Бірақ уважать етіп жақсы көріп қарайтындай адам емес екен ғой, олар ондай емес екен ғой. Шеше, білет, қалай ол деймін да бүйтіп. Сен басқа бір елге барасың да, и сондай нәрсені допускать етесің. Стримда қанша мың адамның назарында, қанша мың онлайнның ішінде еще оларды бір аст үстіне түсіп, күтіп алып, жақсы көріп, ойбай, суретке түсіп, бүйтіп күтіп алып ше. Басында маған айтып еді, барып жолықсаңдаршы, сен де Twitch'та стримерсің ғой, барып жолықсаңдар, шығарып бер, контент түсірсеңдерші деп. Қоя берші деген ше, брат. Сол кезде бармағаным дұрыс болыпты ғой, ебаный в рот, блядь. Андай нәрсең естісең, басың кетіп қалады ғой, анау нәрсе деген. Алматыда болып жатқан оқиғаны көріп жатсыңдар ғой барлықтарың, иә? Ана бір бомағыр блогерлер келіп, қазақтың қыздарын, қазақтың намысын таптап жүрген. Қазір 15 суткаға қамалған, действительно әділет хандарды айтып жатыр. Олардың аяқ қолын сындырып тастайтын еді деп ше. Бірақ аяқ қолын сындырып тастайтын біраз жігіттер зонада жатыр. Действительно қазіргі жастардың, өсіп келе жатқан жастардың бейнесі анау. Олар келеді, жастарға сол жерде өзінің андай подписчиктеріне сұрақ қояды. Қыздар бар ма дейді ғой, прикинь. Өзге елге келіп тұрып, қыздар бар ма дейді ғой, короче. Ана сорлы маңқа мүше қаптар, иә, анау бар, мынау бар, қыздар бар дейді ғой, қазақ қыздарын ше. Олар сол қазақтың қыздарына, солармен ойнастыққа, солармен түнде біраз кайфовать етуге, солар